100 сиыры бар адамның мәселесі шешіліп, 1 сиыры бардың мәселесі шешілді. Сиыр мәселесі де оған ол қағазда бар, өмірде жоқ, оған тағы мемлекеттен субсидия алып жатыр. Сонда біз ауадағы етті скоро қағаз жерде жейміз да бәріміз. Бір нәрсе деп жалобы жасасақ ақ қоямыз ит деп қорқытатын. Суды халыққа бермес бұрын судың басын жөндеу керек. Дұрыс айтасыз. Біздің судың басында мал жайлады, адам шомылады, жуынады, шайнады. Соның сарқытын біз ішіп жатырмыз. Бәрін көрдік қой, сол жердегі үйлердің бәрі салынып жатқан дүмпу, барлығын естідік. Бізге ешқандай жағдай жасалған жоқ ол жерде. Мораторий болып тұр, 3000 гектар жайылым жерді қандай құжат істеп, қалай шығарып жіберген, баланстан шығарып, біздің қарамағымыздан шығарып жіберген. Енді 30 жылда жасалмаған нәрсе бір күнде жасау әрине қиын. Бірақ та біз атсалысамыз. 6 айдан бері хатыңыз қаралмайды. Прокуратураға барып берем, олар алмайды деген сияқты. Осының бәрін біз билікке жеткіземіз.